Ассалаумағалейкум достар, бұл Алпамыс Окей YouTube арнасы және бүгін мен сіздерге елдің ішінде үлкен дүрбелеңді тудырып, өзі туралы әлеуметтік желіде теріс пиғылды пікірлердің таралуына септігін тигізген, жалпы өзін-өзі орға жыққан онлайн қызмет көрсету орталығы Choco Life'тың генеральный директоры Рамиль Мухарябов жайлы әңгіме қозғайтын боламыз. Бізге міндетті түрде тіркеліп және қоңырауды басып, соңғы жаңалықтар туралы бірінші болып біліп отырыңыз. Жалпы осы дауды Мухарябовтың өзі тудырған болатын. Үлкен бір аудиторияға орыс тілді қолданушыларын жинап алған Мухарябов Choco Life'тың мәселесі туралы әңгіме барысында қазақ тілі туралы өзінің пікірін білдіріп кеткен болатын. Вас не обслужили на русском и говорят с вами на казахском, это не агрессия в вашу сторону. Просто поймите, и постарайтесь, отнесись к этому с пониманием, с уважением. Давайте не будем проводить какую-то там ненависть, и так далее. Вот. Но на самом деле, вот опять же, если такое произойдет, я буду лично крайне печален. Потому что, кроме ситуации, когда человек реально не знает русского, да? Потому что, мне кажется, что все равно это чуть-чуть странно. То есть чуть-чуть какое-то проявление такого, чуть-чуть национализма. Поэтому, опять же, это можно принять, но... Да, но это не от большой, тоже культуры, да? То есть вот мне кажется, что вот этот первый point гостеприимства, оно должно вообще все перевешивать. Мухарябовтың бұл жердегі айтуына сүйенетін болсақ, мен қазақ өз елімде тұрып, өзге ұлттың, яғни орыс ұлтының орыс тілін білмеу біртүрлі деген тұжырымға келіп отыр. Және де оған қоса бұл мәдениеттіліктің жоқтығынан деп қоса айтылған. Дәл осы сөздер Мухарябовтың Choco Life дәуірінің соңғы кезеңдері болса керек. Себебі дәл осы сөздерден кейін онлайн қызмет көрсету орталығы Choco Life'тың рейтингісі бірден төмен қарай құлдырап кеткен болатын. Қаншама адамдар Мухарябовтың қызмет көрсету орталығынан бас тартып, олардың дәл сол сайтынан отписаться етіп, сонымен қатар олардың қызмет көрсетуінің төмен деңгейде екендігін видеомен айтып тарқатып жіберген. Осы видеолардың барлығы Мухарябовқа жетіп, және ол өзінің компаниясының көзінше құлдырап бар жатқандығын көргендіктен болар халықтан видео кешірім сұраған болатын. Сәлем достар, сіз кешегі видеоның бір бөлігін көрдіңіз. Ең алдымен барлықтарынан кешірім сұрағым келеді. Ешкімді ренжітейін деген ниетім болған жоқ. Дұрыс айтасыз. Қазіргі кезде сіздерді өте мұқият тыңдау керек. Что касается лично меня, я язык не очень хорошо понимаю, да? Аздап түсінемін, бірақ жақсы сөйлей алмаймын. Ал енді сөйлеуге, үйренуге тырысамын. Ай, Рамилжан-ау, мына сөздеріңе қарасам, түнімен 12 сағат бойы дайындалғансың-ау. Бірақ қанша кешірім сұрасаң да, сенің айтқан сөздерің халықтың көкейін тесіп өткендігі соншама кешіретін адам жоқ сияқты. Бірақ әрине арасында кешіре салайықта деген қазақтарда болды. Бірақ Құдай-ау, бұл қашанғы жалғаса береді? Өзге ұлттар үшін біз бір мазақ болған сияқтымыз ғой. Қазақ туралы, қазақ тілі туралы жаман ойыңды айтта, артынша видео кешірім сұрай сал. Журналист Күлтегін Аспанұлы Қазақстан Республикасының бас прокуратурасына, сонымен қатар Алматы қаласының прокуратурасына дәл осы Рамиль Мухарябовтың үстінен арыз жазды. Алматы қаласы полиция департаментінің экстремизмге қарсы бөлімінің бастығының орынбасары Дархан Есетовичтің сөзіне сенетін болсақ, арыз қабылданып, қазіргі таңда дәл сол Рамиль Мухарябовтың үстінен 174-ші бап бойынша іс қозғалған. Енді дәл осы 174-ші бап бойынша бұл даудың басын шешудің екі жолы бар. Біріншіден Мухарябов жай ғана айыппұлмен құтылады, немесе екіншіден 7 жылға дейін сотталады. Әрине бізге сотталғаны керек. Себебі айыппұлға келетін болсақ, ол бар болғаны 7000 айлық есептік
көрсеткішті құрайды. 7000 айлық есептік көрсеткіш дегеніміз примерно 21 миллион 441 мың теңге. Миллиардтаған обороты бар компания үшін 21 миллион теңге дегеніміз жай ғана магазинге барып нан сатып алумен тең сияқты. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Бір жолы айыппұлмен құтылғаны дұрыс па, жоқ әлде сотталғаны дұрыс па? Өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар.